Саламатсыздар ма? Біз қазір сіздермен 2026 жылы қалай еңбекақы есептеу керектігін қарайтын боламыз. Жалпы еңбекақыдан 7 нәрсе міндетті түрде есептеледі. Бірінші, міндетті зейнетақы жарнасы, яғни обязательный пенсионный взносы, қысқаша ОПВ деп айтады. Одан кейін жеке табыс салығы, индивидуальный подоходный налог, қысқаша ИПН. Одан кейін міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни взносы на обязательное социальное медицинское страхование, яғни бұл қысқаша ВОСМС деп айтылады. Одан кейін әлеуметтік төлем, социальное страхование, СО қысқаша. Бесіншісі әлеуметтік салық, социальный налог, қысқаша СН. Алтыншысы міндетті медициналық әлеуметтік төлем, яғни ол отчисление на обязательное социальное медицинское страхование, қысқаша ОСМС деп айтылады. Және де жетіншісі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, обязательный пенсионный взносы работодателя, қысқаша ОПВР деп айтылады. Енді бір мысал қарастырайық. Біздің жағдайда ауыл жұмысшысы болсын, ауыл жұмысшысына бекітілген жалақы 250 мың теңге, қосымша оған жалақысынан бөлек 20% экологиялық төлем есептелсін, және де ауыл жұмысшысы болғандықтан сельский қосылсын, 25% қосымша. Қаңтар айының еңбекақысын есептейік. Мысал ретінде қаңтар айында 22 жұмыс күні бар, бірақ жұмысшы 20 күн жұмыс істеді дейік. Жұмысшы 1985 жылғы дейді. Яғни жаңадан шыққан 7-ші айттық қой, обязательный пенсионный взнос работодателя деген жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бұл 1975 жылдан бері қарай азаматтарға немесе азаматшалардың еңбекақыларына есептеледі. Сондықтан 85 жыл болғандықтан мына жетеуінің барлығы есептелсін. Қараңыздар, бірінші бір күндігін есептейміз. Яғни бір күндік еңбекақысын есептеу үшін оның жалақысын, яғни 250 мың теңгені бөлеміз сол айда жұмыс күндерінің санына. Қаңтар айында 22 жұмыс күні бар, яғни 22-ге бөлеміз. Сонда ол жұмысшының бір күндік жалақысы 11.364 теңге. Енді бұл жұмысшының сол айдағы жалақысын есептейтін болсақ, ол жұмысшы 20 күн жұмыс істеді, оның бір күндігін 20 күнге көбейтсек 227.280 теңге болады. Енді экологиясын есептейміз. Осы 20 күндікі 227.280 теңге шықты, оның 20% 45.456 теңге. Сельский есептейміз. 227.280 теңгенің 25% 56.820 теңге. Сонда жалпы барлығын қосатын болсақ, оның жалақысы 227.280 теңге қаңтар айындағы, және де оған 45.456 теңге экологиялық төлем қосайық, яғни экологический, және де сельский 56.280 теңге қосайық. Барлығы сонда жалпы еңбекақы 329.016 теңге. Енді қалған жетеуін есептейміз еңбекақыдан. Бұл жерде бірінші міндетті зейнетақы төлемдері дейді. Бұның ережесі бойынша бізге айтады, міндетті зейнетақы төлемдеріне жалпы есептелген еңбекақының 10% есептелініп, әрбір жұмысшының зейнетақы қорына аударылады дейді. Ескерту: зейнеткер жұмысшыға міндетті зейнетақы төлем есептелмейді дейді. Және де тағы бір ескерту: экологиялық төлемнен міндетті зейнетақы төлемі ұсталынбайды дейді. Яғни біздің жағдайда бұл жұмысшы ешқандай да зейнеткер емес. Енді еңбекақысын есептеп көрейік. Жалпы еңбекақысы 329.016 теңге шықты. Барлығын қосқанда, доплаталармен қосқанда, надбавкалармен. Одан алып тастаймыз экологияны 45.456 теңге. Себебі бізге жаңа ескертуде айтты, экологиялық төлемнен міндетті зейнетақы төлемі ұсталынбайды дейді. Мына экологиясы 45.456 теңге. Одан қалған сумманың 10%-ын есептейтін болсақ, бізде пенсионный взнос 28.356 теңге болды. Енді екінші міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни жаңа біз айттық қой, ВОСМС деп. Соны айтып жатыр бұл жерде. Оның формуласы жалпы еңбекақының 2% екені, ешқандай экология, нелер, надбавкалар азайтылмайды, яғни вычет болмайды. Ескерту беріпті бізге. Егер ол жұмысшы зейнеткер болса, немесе студент, алтын күміс алқа иелері болса, яғни күміс алқа 6 бала, алтын алқа 7 баладан басталады.
балалары мүгедек ата-ана, мүгедек жұмысшыға міндетті медициналық әлеуметтік жағына төлем есептелмейді дейді, яғни ұсталынбайды олардың еңбекақысынан. Енді есептейік. Бұның ешқайсысына жатпайды біздің жұмысшы. Сондықтан есептейміз. Жалпы еңбекақымыз 329.016 теңге. Оның 2%-ы 6.580 теңге. Енді үшінші жеке табыс салығы, яғни индивидуальный подоходный налог. Оның формуласы жалпы еңбекақыдан экологиялық төлемді алып тастаймыз, егер де ол есептелінген болса, және де одан міндетті зейнетақы төлем суммасын алып тастаймыз, егер де зейнеткер болмаса әрине, және де міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни жаңа айтып жатқан ВОСМС-тің суммасын азайтамыз, және 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 30 МРП. Одан қалған суммадан 10%. Естеріңізде болса, биылғы жылға дейін жаңағыда ипотекасы бар адам немесе көп балалы аналардан жаңағыдай вычет болатын еді, арнайы интернеттен іздеп көрсеңіздер болады. Еске түсіріп, сол вычеттің барлығын алып тастады, оның орнынан 30 МРП басты. Былтыр 14 МРП еді, енді 30 МРП өзгерді. Енді есептеп көрейік. Бізде жалпы еңбекақы 329.016 теңге. Одан алып тастаймыз экологиялық төлем суммасын 45.456 теңге шықты. Және одан міндетті зейнетақы төлемін алып тастаймыз, яғни пенсионный взнос 28.356 теңге. Және де одан міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни ВОСМС-ті алып тастаймыз 6.580 теңге. Және де 30 МРП-мыз, яғни 1 МРП 2026 жылы 4.325 теңге болса, оны 30-ға көбейтсек 129.750 теңге шығады. Осының барлығын алып тастап, қалған сумманың 10%-ын есептейтін болсақ, 11.887 теңге. Яғни, осы міндетті зейнетақы төлемдері, яғни пенсионный взнос, және де міндетті медициналық әлеуметтік жарна, ВОСМС, жеке табыс салығы, подоходный налог, еңбекақыдан ұсталынады, жұмысшының еңбекақысынан ұсталып қалады. Сондықтан енді осы үшеуін барлығын азайтып, жұмысшының таза қолына тиетін еңбекақыны есептейік, яғни жұмысшыға төленетін еңбекақы. Жалпы еңбекақысы сол қаңтар айында 329.016 теңге шықты. Одан зейнетақы төлемін алып тастаймыз, пенсионный взнос 28.356 теңге. Одан 6.580 теңге ВОСМС, міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны алып тастаймыз, және де 11.887 теңге жеке табыс салығын алып тастаймыз, подоходный налог. Сонда ол жұмысшының қолына таза қанша теңге төленеді? 282.193 теңге төленеді. Одан кейін кейбір мекемелерде не бар? Профсоюз дейді. Профсоюзды білесіздер, жалпы еңбекақыдан пенсионный взнос, подоходный налог, жаңа ВОСМС суммасын алып тастап барып 1% есептеледі. Бірақ енді ол әркімнің өз еркінде, барлық жерде бола бермейтін болғандықтан, ол міндетті емес болғандықтан, бұл жерде біз оны қарастырған жоқпыз. Ал мына жейтін нәрсе ол барлық жерде міндетті.